күшті болып бақшадан абрикос вишняларды жинап алып келдім кайфпен жұмыс жасайыншы деп вишня варенье компот бірдеңе жабайыншы деп терезені қарап қалсам оян шорып мына қатын келатыр нервым айнап кетті кәдімгідей мен айтамын оян жұрттар неге үйінде отырмайды осы деймін да мен вообще шығатын уақытым жоқ вообще бар ғой жұртпен әңгіме айтып өсек айтатын қойшы құрсын жырым кетті сосын алдынан атып шықтым үйге кіргізбей ақ қояйыншы деп есіктің алдынан күтіп отырмын өтіріктен ауырып тұрмын или тағы бірдеңе деп сылтау айтайыншы деп шауып ұрады да жүреді мама кәдімгідей бар ғой соны есіктің алдынан күтіп отырмын кірмей ақ қойшы арай кіргізбей ақ қояйын деп кірсе қазір құрсын 5 сағат әңгіме айтады өтірік әңгіме бір әңгімені қайталап шықсам дейтін мына қарағым ғой 4 баласымен кетіп тұр ғой бір емес 4 баласымен қасында үшеуі жүр ар жағында егінің ішінде біреу жүр ма біреу жүр в общем 4 баласымен шықпайды күнде кешке біздің үйден мен айтамын оян осылар бар ғой ері кетті жүреді деймін не бар екен деймін тып тыныш үйлерінде жатпай ма деп жұрттың шаруасы болады жаздың кезінде банка жабады варенье жабады жаман нервім қайнап кетті қыздар вообще қызықты адамдар